Канада табиғаты көркем, көрікті жерлерге бай және қызыққа толы елдердің бірі. Бүгінгі Follow Me To айдарымыз Канада жайында. Канада атауы Каната сөзінен шыққан. Ол иракез үндістерінің тілінен аударғанда қоныс және мекен деген мағынаны білдіреді. Біріккен ұлттар ұйымының шешімі бойынша Канада 5 жылда қатарынан 4 рет өмір сүруге лайықты ел деген атақты жеңіп алып отыр. Бұл таңғаларлық жағдай емес, себебі Канада әлемнің ең бай елдерінің бірі. Канада жер көлемі бойынша Ресейден кейін екінші орында. Сонымен қатар Канада және Америка құрама штаттарының арасындағы шекара ұзындығы шамамен 9000 километрге жуық. Жер шарында бұл көрсеткіштен асып түсетін мемлекетаралық шекара жоқ, және де бұл рекорд болып саналады. Географиясы жайында әңгіме қозғаған екенбіз, соған байланысты тағы бірнеше факт. Канада өзендер мен көлдердің саны бойынша әлемде бірінші орында. Сондықтан да жер шарындағы ішуге жарамды судың 20% соларға тиесілі. Канада жерінде 2,5 миллионға жуық бұғылар өмір сүреді. Осы себептен жылына бұғылардың қатысуымен 200-ден астам жол апаты орын алады екен. Қызықты факт: Канада өзендерінің бірінде ең ұзын су бөгеті табылған. Бұл бөгетті адамдар емес, құндыз жануарлары құрастырған. Канадалықтар жер шары бойынша ірімшікті өндіру және де оны тағам ретінде пайдаланушыларының ішінде алдыңғы қатарда. 1997 жылы 350 тонна ірімшік өндірген болатын. Бұл дегеніміз әрбір канадалықтың басына шаққанда 10 килограмм ірімшікті тағам ретінде пайдаланған. Тіпті олардың ұлттық тағамы путин ірімшік пен қуырылған картоптан жасалады. Канадаға жолыңыз түсе қалса, сіз міндетті түрде Ниагара сарқырамасын көруіңіз керек. Ниагара сарқырамасы әлемдегі ең керемет табиғи орындардың бірі екені белгілі. Оны тамашалау үшін жылына 18 миллионға жуық турист келеді екен. Алайда табиғи эрозия салдарынан сарқырама биіктігі жыл сайын 1 футқа кішірейіп барады. Ғалымдардың пайымдауынша, шамамен 20 жылдан соң сарқырама толығымен жойылады. Тағы да бір өз көзіңмен көруге тұрарлық жерлердің бірі Ванкувер аралы. Бұл арал ғасырлар бойы саяхаттаушыларды өзінің сөз жетпес сұлулығымен таң қалдырып келеді. Технология қарқынды дамып тұрған заманда өмір сүретінімізге қарамастан, бұл аралдан адам аяғы баспаған жерлерді кездестіруге болады екен. Канаданың туында 11 қырлы үйеңкі жапырағы орналасқан. Екі жағында орналасқан қызыл түс Ұлыбританияны, ортасындағы ақ түс Францияны білдіреді. Ал үйеңкі жапырағы болса, осы екі ел арасындағы бірліктің белгісі. Канадалық Джеймс Нейсмит студенттерге қыс кезінде ғимараттың ішінде ойын ойнау мүмкіндігін беру үшін баскетболды ойлап тапқан болатын. Олардың ұлттық ойындарының ішіне хоккей де кіреді. Біз білетін қазіргі хоккей Канада жерінде пайда болды. Көгілдір экраннан көріп жүрген Эллен Пейдж, Киану Ривз, Эванжелин Лилли, Джастин Бибер және Райан Рейнольдс сияқты атақты тұлғалардың отаны Канада. Айтпақшы, Райан Рейнольдс сомдаған Дэдпулдың да отаны Канада. Егер Канадада болып жатсаңыз, ана кеңестерді міндетті түрде есте сақтағаныңыз жөн. Канадалықтар жұмысқа немесе кездесуге кешігіп келгендерді ұнатпайды. Жұмысқа кешіккендер жұмыстан шығарылуы мүмкін. Канадалықтар қоршаған орта мен гармонияда өмір сүреді. Олар өз табиғатын сүйіп, оны барынша қорғау жұмыстарын қолға алған, және елге қонақ ретінде келгендерден де осыны талап етеді. Егер көшеден қоян, түлкі немесе аю көріп жатсаңыз, таң қалудың қажеті жоқ. Канада жан-жақты дамыған, құпияларға толы, таң қалдыра білетін алпауыт мемлекеттердің бірі. Ал канадалықтар болса, адам мен табиғат ананың арасындағы гармонияны сақтай біліп, басқаларға үлгі болар халықтың бірі. Біздің Канада жайында жасаған шығарылым осымен аяқталды. Егер қиын болмаса, осы каналға жазылып, өз достарымызға да каналға жазылуға кеңес беруді ұмытпайық. Ал қазірше сіздердің назарларыңызға ұшақ және ұшқыштар жайында конкретика топтамасын және мәңгілік террариум жайында жасаған шығарылымды қарауға кеңес беремін.